Адамның арманы таусылама, үнемі әлденен армандайды, қол жеткізсек деп ұмтылады. Төрт құбыласы тең пенде жоқ, біргем дүние деген осы. Таяуда тұсаукесер өткен фильм «Біргем дүние» деп аталады. Сценарий авторы Орынбасар Балтабайұлы, режиссері Төлеген Бейсет. Өткен жылы «Ораза қабыл болсын» атты туындысын көрермен жылы қабылдаған шығармашылық топтың бұл үшінші фильмі. Бұл фильмнің сценарийі шынын айтсақ 2 айға жуық жазылды, 1 айдан астам түсірілді. Енді ары қарай 1 айдан астам монтаж деген сияқты жұмыстар уақыт ұстады. Кеңінен алатын болсақ 4 айдай уақыт кетті. Техниканы өте қатты пайдаланбадық. Яғни техниканы көп болған сайын ол уақыт алады да, біз керек жеріне ғана пайдаландық. Бірінші қарапайым түрде жұмыс жасап үйренейік деп, яғни кадрдың өзін бір шығарып алайық деп, соған көп бейімделдік. Қария Меккеге қажылық сапарға баруға ниет еткен. Ат әбзелдерін жасап, шеберлігімен ауыл аймаққа белгілі болған ақсақал бейнесінде Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрының актері Оразхан Кенебай. Өнерімен тапқан тиын тебенін мұсылмандық парызын өтеу үшін жинап жүрген қарияның кемпірі де күнделікті 2 сиырының сүтінен отағасының сапарына қаржылай көмек көрсетпек. Нұржібек ананың рөлін Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының әртісі Шолпан Сіргебай сомдаған. Бұл актрисаның кинодағы тұңғыш образы. Орекеңнің өзі шалымның рөлін ойнаған. Сол кісілердің қасында басқа да эпизодтық рөлдерді ойнағандардың бәрі кинода ойнаған танымал актерлар болды да, өзім қатты сасқалақтадым. Шаңына бұл кісілердің ілесе алмай қалар ма екен? Бұл алғашқы адам жасаған дүниенің бәрі қиындау. Театрда енді ананың образдарын жасап жүрмін. Үлкен әжелердің де образдарына мен енді бет алып, сондайға да аяқ басып келе жатырмын. Ал театрда жасаған ол басқа да, ал енді кинода жасаған ол өзінше ерекше. Бәлкім, дәл осы қасиетсіздігінен шығар. Алланың саған ұрпақ бермегені. Тақуалық жолынан таймай адал ғұмыр кешкен ақсақалдың тағы бір арманы немере сүю. Жалғыз ұлы мен келіні сырт көзге тату тәтті ғұмыр кешіп жатқан секілді көрінеді. Ұл мақсаты қандай жолмен болса да қомақты ақша табу. Ақсақалдың баласы Қайраттың, көршісі Жомарттың рөліне танымал актерлер Азамат Сатыбалды мен Жалғас Толғанбай шақырылыпты. Өзім армандадым, осы басты кейіпкерді ойнасам ғой. Енді тақырыбы үлкен, көршілердің бір-біріне деген татулығы, бір-біріне деген сенімі, соның иісі аңқып тұрды. Жаңа туынды, енді бұның өзінің осы фильмнің қазақ киносында алатын орны бар деп есептеймін. Егер тақырыбы дұрыс болатын болса, халыққа жағатын болса, соны тарқататын астары терең болатын болса, ол кино өте дәмді болады. Оны көрермен құлшына көреді. Маған ең бірінші ұнағаны киноның драматургиясы, сценарий ұнады. Идеясы өте тамаша болды. Оның үстіне мен жұмыс барысында режиссермен, продюсермен таныса келе, сол команданың маған бір-біріне деген қарым-қатынасы ұнады. Фильмді тамашалаған көпшілік адам бойында ар ұят, нысап, иман секілді қасиеттер азаймас екен деген ой түйері анық. Тәубесіне келтіру үшін сынақ жібереді.